Сәлем достар, бүгін біз сіздермен идеал газдың ішкі энергиясы және термодинамикалық жұмыс тақырыбына есептер шығарамыз. Бұл бізде 22-ші жаттығу оқулықтағы. Енді бірінші есебі былай дейді: 240 грамм оттегі 100 кельвинге дейін суытқанда оның ішкі энергиясы қалай өзгереді дейді. Яғни оттегі газдың массасы берілген. Бірінші есеп, 240 грамм дейді. Бірден килограммға айналдыра салайық. 0,124 килограмм мыңға бөлеміз, және осы оттегін 100 кельвинға дейін суытқанда дейді. Яғни дельтатымыз 100 кельвин. Осыған дейін суытқанда оның ішкі энергиясы қалай өзгереді? Әрине, температура төмендесе ішкі энергиясының азаятындығы түсінікті. Ал біз оны қалай есептейміз, қаншаға азайғанын? Яғни дельта удың қанша екенін сұрап жатыр. Енді қарайтын болсақ, бірінші біз бұл жерде міндетті түрде зат мөлшерін білу үшін оттегінің яғни молдық массасын білуіміз керек. Оны Менделеев кестесінен қараймыз. Оттегі үшін 32 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі килограмм бөлінген мол. Енді формуласын жазатын болсақ, біз ішкі энергияның формуласын өттік. Қай күні? Яғни уымыз тең болады. Енді бұл жерде оттегі депті. Оттегінде қарасаңыз, ол 2 атомнан тұрады. Яғни 2 атомнан тұратындығы себепті оның еркіндік дәрежесі енді қанша болады? 5-ке тең болады деген сөз. Сонда 2-ден 5 нью РТ ішкі энергиясының негізгі формуласы. Енді балар, бұл жерде нью бізде берілмеген, яғни зат мөлшері, бірақ массалар берілген. Масса арқылы өрнектейтін болсақ осы формуланы, яғни 2-ден 5 М бөлінген М РТ болады. Енді біз 100 кельвинге температурасы азаймай тұрған кезіндегі оның ішкі энергиясын жазсақ, демек 2-ден 5 U1 деп белгілеп қояйық. М бөлінген М Т1 ол кезде. Яғни әлі 100 кельвинға азайған жоқ. Ал екінші азайған жағдайдағысы Т2 температураға жетсе ол егер, онда 2-ден 5 М бөлінген М Т2. Енді ішкі энергияның өзгерісін табатын болсақ, ішкі энергияның өзгерісін ол қандай? U2-ден азайтамыз U1-ді. Сонда орнына қоятын болсақ, яғни 2-ден 5 М бөлінген М Т2. Ал азайтамыз 2-ден 5 М бөлінген М Т1. Енді ортақ көбейткіш қарасақ, мына шама ортақ, яғни Т1, Т2-ден басқасы қандай болып тұр бізде? Ортақ болып тұр. Соны жақшаның алдына шығаратын болсақ, 2-ден 5 М бөлінген М Т2 азайтылған не? Т1. Яғни Т2 азайтылған Т1-іміз бізде ол неге тең? Мынау дельтатыға тең деген сөз. Сонда 2-ден 5 М бөлінген М дельта Т. Әрине, кемігені үшін дельтатының орнына бізде минустан шығады. Ал ол минустанды біз есептемей қояқ. Ол минустан нені түсіндіреді? Тек қана ішкі энергиясының кемігенін түсіндіреді. Сонда енді дельта уды есептейтін болсақ, 2-ден 5 көбейтеміз. Массасы бізде 0,124 килограмм. Бөлеміз. Молдық массасы 32 көбейген 10-ның -3 дәрежесі килограмм бөлінген мол. Көбейтеміз. Ріміз 8,131 джол бөлінген. Өлшем бірлігі кельвин көбейтілген мол. Көбейтеміз. Дельтатымыз енді жаңа айттым, ол -100 болады. Өйткені кеміп жатыр бізде. Соны енді біз оң таңбасын ала берейік. Кеміге мөлшерін ғана шығара салайық. Сонда 100 кельвин. Тең болады. Есептейтін болсақ, бізде шамасы жуықтаған кезінде 15,5 килоджол. Яғни килоджолға
кемиді деген сөз, е? Өйткені бізде суды деп берілген температурасы. Яғни, бірінші есебіміз осылай шығарылады екен, сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Енді екінші есеп шығарайық. Екіншісі бұл 22-ші аттығудың 4-ші есебі. Бастапқы температурасы 300 кельвин, мөлшері 1 мол, газ 12,5 көбейген 10-3 дәрежесі жол жұмыс атқарып, изобаралық ұлғаяды дейді. Осы кезде оның көлемі неше есе артады дейді. Алдымен берілгенін жазып алайық. Яғни бастапта температурасы 300 кельвин болыпты. Бұл газ А тең болады 12,5 көбейген 10-3 дәрежесі жол жұмыс жасады дейді. Қандай жағдайда? Изобаралық жағдайда. П тең констант болғанда, е? Және осы кезде оның көлемі неше есе артады? Бізге табу керек В2 бөлінген В1-ді. Енді алдымен біз жұмыстың формасын жазайық. Амыз тең болған П В2 азайту В1-ге. Ал бұнымыз неге тең? Менделеев Клапейрон теңдеуі бойынша П көбейтілген В деген бізде нью р-ға тең. Мына жерге жаза кетейік. Яғни Менделеев Клапейрон теңдеуі бойынша ПВ дегеніміз нью р-ға тең. Енді қарайықшы, тұрақты қысымда дейді. Мына шама өзгермейді. Берілген газ үшін нью тұрақты және р тұрақты. Енді мына өзгеріс туындау үшін міндетті түрде қайсысы өзгеру керек? Әрине, екеуінің өзгеріс сәйкес келу керек. Демек, П дельта В бұл нью р дельта Т-ға тең деген сөз. Енді сол бойынша ашып жазатын болсақ, демек, мына П дельта В-ның орнына нью р дельта Т-ны алсақ болады. Сонда қалай болады формуласы? Нью р ал Т2 азайту Т1 дельтаның орнына. Енді есептейтін болсақ, осы жерден Т2 азайту Т1-ді есептейтін болсақ, бізде ол неге тең? Аны бөлеміз нью р-ға. Енді осыны орнына қойып, мәнін есептейтін болсақ, яғни Т2 азайту Т1-ді орнына қойып, мәнін есептейтін болсақ, амыз бізде 12,5 көбейген 10-3 дәрежесі. Ньюіміз бізде, мына жерге жазып біз ғой, 1 мол газдың мөлшері үшін деген. Яғни, нью берілген бұл жерде 1 мол. Енді орнына қоятын болсақ, 1 мол. Ал R-іміз 8,131. Енді есептейтін болсақ, жуықтағанда бұл жерде екеуінің айырмасынан 1500 кельвин шығады екен. Енді бізде Т1 бар. Демек, Т2-міз осы 1500-ге нені қосамыз? Т1-ді. Яғни, Т1-міз қанша? 300 кельвин, 300 кельвин. Демек, 1800 кельвин деген сөз. Енді қарайықшы, бізде изобаралық деді, изобаралық жағдайда бізде қандай заңдылық орындаушы еді? Яғни, Гей-Люсак заңы орындалатын В1 бөлінген Т1 тең В2 бөлінген Т2 болатын. Осы жерден В2 мен В1-дің қатынасын алатын болсақ, тең болады. Яғни В1 мұнда келсе, Т2 бөлінген Т1. Яғни Т2-міз 1800, Т1-міз 300. Демек, В2 бөлінген В1 бізде тең болады 6-ға. Яғни көлемі 6 есе не істейді? Артады деген сөз. Соның әсерінен ол газ мынандай жол жұмыс жасайды екен. Балалар, бүгін біз екі есеп шығардық. Яғни біреусі ішкі энергияға, екіншісі жұмысқа. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, видеоның астына пікір қалдырыңыз, мен сіздерге жауап беремін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.